Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздермен қамыры езілмей, жыртылмайтын дана-дана болып пісетін пельменді жасап көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және де бір пиала су қажет болады. Дәміне қарай тұзымызды салып, тұзы ерігенше жақсылап ертіп алатын боламыз. Енді міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп, ұнымызды салып, қаттылау қамыр илеп алатын боламын. Қамырды басында илегенде қатты болып тұрады, кейін бір тындырып қойғаннан кейін сәл жұмсарады. Одан еш уайымдамаңыздар, қамырым қатты болып қалды деп. Мінекей біздің қамырымыз осымен дайын болып қалды. Енді осы дайын болған қамырымызды 15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 15 минуттан кейін тағы да алып бір илесеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Ал енді тұшпараның салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін бізге осындай үлкен пияз қажет болады. Менің пиязым үлкен болғандықтан тек осындай бір үлкен пайдаландым. Ал егер сіздерде кішкентай пияз болатын болса, онда 2-3 бөлігін қолдансаңыздар болады. Құрметті көрермендерім, менің осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісіп қойыңыздар дегім келеді. Және де осы видеоны жақындарыңызға, туысқандарыңызға таратып, яғни бөлісіп, қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар дегім келеді. Мінекей біз пиязымызды турап, яғни майда бөліктерге турап осылай дайындап алдық. Енді осының үстіне фаршымызды салып алдым. Фарштың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрышымды салып, жақсылап қолдың көмегімен бір араластырып алатын боламын. Мендегі фарштың түрі сиыр етінен дайындалған фарш өте дәмді, ерекше болып шығады. Мінекей осымен біздің салмамыз да дайын, керемет болып шықты. Ал ендігі кезекте біз тұшпараның қамырын жайып алатын боламыз. Ұнымызды себе отыра, осылай қолдың алғашқыда осылай қолдың көмегімен формамызға, яғни келтіріп алатын боламыз. Содан соң оқтаудың көмегіне жүгініп, екі шетін айналдыра отыра қамырымызды, яғни қалың да емес, жұқа да емес, орташа көлемде жайып алатын боламын. Мінекей біздің қамырымыз осындай үлкен болып жайылады, және де қалыңдығы дәл видеодағыдай болуы керек. Ал ендігі кезекте жайып алған қамырымызды осылай дәл видеодағыдай жинап аласыздар да, және де осы қамырымызды кесіп дайындап алатын боламын. Жинап алған қамырымызды дәл видеодағыдай алғашқыда осылай кесіп алатын боласыздар. Қамырымыз өте керемет болып жайылып шыққан, кесілуге де өте ыңғайлы болып тұр. Ендігі кезекте осы қамырларымызды дәл видеодағыдай бірінің үстіне бірін қойып жайып аласыздар да, және де кішкентай бөліктерге кесіп алатын боламын. Мінекей біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта болды, және де дәл видеодағыдай осылай кішкентай төрт бұрышты етіп кесіп шығатын боламын. Мінекей барлық қамырларымызды осындай реттілікпен барлығын осылай кесіп дайындап аласыздар. Осымен қамыр дайын, кесіп дайындап алдық. Енді осының үстіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салып алып, және де яғни тұшпараның формасына келтіріп, барлық тұшпараларымызды түйіп, пісіруге дайындап алатын боламын.
Пельменді түю алғашқыда қиын болып көрінуі мүмкін. Егер сіздер алғаш рет, яғни бірінші рет жасап үйреніп жатсаңыздар, дәл осы видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Және де жасалу жолын осылай видеодан қарап жасап көріңіздер дегім келеді. Мінекей қамырдың екі шетін, яғни қаттырақ басасыздар, себебі ішіндегі фарштар шашылып кетпеу үшін, және де саусақтың көмегімен осылай ортаңғы бөлігін біріктіріп жабыстырып қоясыздар. Сонда біздің пельменіміздің, яғни формасы осылай әдемі болып шығады. Мінекей барлық пельмендерді осылай алдын ала түйіп дайындап қоясыздар. Ал ендігі кезекте тұшпараның сорпасына қажетті заттарды, яғни алдын ала турап дайындап қоятын боламыз. Бізге қажеті осындай үлкен бір пияз қажет болады, және де дәл видеодағыдай осылай ұсақ бөліктерге турап алатын боламын. Осы жерде айта кететін жайт, әркім пельменнің сорпасын әртүрлі дайындайды. Менде осылай көкөністерді қуырып алып, үстіне су құйып, дайын болған соң пельмендерді пісіріп алған ұнайды. Ал егер сіз бұлай жасамауды қаламасаңыз, онда жай ғана суды қайнатып, үстіне пельмендерді салып, пісіріп алсаңыз болады. Яғни бетіне әдемілеп подливасын жасап, жақындарыңызға ұсына берсеңіз болады. Біздің отбасымызға осылай ұнағандықтан осылай жасап алдым. Ал ендігі кезекте, яғни көкөністерімізді қуырып пісіріп алатын боламын. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майда пиязымыз сарғайғанша пісіріп алатын боламын. Оның үстіне сәбізімізді салып, және де 5 минут қуырамыз. Оның үстіне дайындап қойған картопымызды де салып, кішкене қуырып алатын боламын. Және де оның үстіне бір ас қасық томат пастасын салып, кішкене қызарғанша қуырып алатын боламын. Енді осының үстіне дәміне қарай тұзымызды салып алатын боламын. Көкөністеріміз қуырылып дайын болды. Енді осының үстіне суымызды құйып, қайнаған, яғни көкөністердің піскенін күтетін боламын. Міндетті түрде бетін жауып, піскенше қалдырамыз. 30-35 минут аралығында біздің яғни тұшпараның сорпасы пісіп дайын болды. Енді осының үстіне алдын ала дайындап қойған тұшпараларымызды салып, тағы да пісіріп алатын боламын. Барлық тұшпараларымызды қайнап тұрған сорпамызға салып, тағы да 10-15 минутқа қалдырып пісіріп алатын боламын. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Бетін жауып 15 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Осылай бір бұрқырап қайнағаннан кейін біздің, яғни пельмендеріміз пісіп дайын болды деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тұшпараларымыз ешқандай езілмеген, жыртылмаған, қамыры өте керемет болып шыққан. Дәмі де тіл үйретінде өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Сіздермен болған Гүлбану, назарларыңызға үлкен рахмет.